Қоян мен тасбақа ертегі. Бір күні қоян қасқырдан қашып келе жатып, секеңдеп бір бұтаның арасына аяғы қысылып қалыпты. Аяғын бұтақтан шығара алмай тұрғанда, жортып бара жатқан тасбақаны көреді. «Ей қоян, неғып тұрсың?» деп сұрайды тасбақа. «Ой досым, несін сұрайсың? Соңымнан қасқыр қуып келе жатыр. Қазір ұстап алып, жеп қоя ма деп қатты қорқып тұрмын. Аяғым бұтаққа қысылып, бір бәлеге тап болдым», дейді қоян. «Досым, сен қорықпа, мен сені қазір құтқарып аламын», деп тасбақа ауыр сауытын бұтақтың астына қояды. Бір күшімен денесін көтереді. Сол кезде қоян қысылып, ауырсынып қалған аяғын босатып алады. Сөйтіп, бір үлкен қиындықтан құтылыпты. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деген осыдан қалған екен. Балалар, менің ертегім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңдар. Ертегі сендерге ұнады ма? Жауап бере кетіңдерші.